Жігіттің сізден көңілі қала бастайды. Жігіттің өмірінде көп болуға тырысады. Жігітті қадағалаймыз. Айтқанда надайдай кетіп жібересіз. Маған қараса екен, маған жазса екен, ана жігітке тұрмысқа шығады ғой. Үйлену тойын елестетеді, балаларын елестетіп. Главное, менен ешқайда кетпесін, мені ғана көрсін. Сәлем, сіздермен бірге мен Фариза Халыкова, қарым-қатынас экспертімін, коучпын. Бүгін жалпы күшті бір тақырыпты қозғаймыз. Жігіттер сізден неге қашады, немесе жігітті қалай отшивать етуге болады. Дәл осы тақырыпты сіздермен қозғағым келіп тұр. Алдымен каналға жазылыңыз, плюс енді каналда конкурс болады. Каналға жазылып, менің инстаграм парақшама жазылып, өзіңіздің инстаграм сторисіңізде мені белгілесеңіз, сол белгілегендердің арасынан мен барлығына почти тегін қыз сезімі атты өзімнің марафонымды беретін боламын. Ендеше кеттік, бұл тақырыпты бастайық. Себебі өте көп маған сұрақтар келеді қыздардан, неге менен жігіт қашып кетеді. Ең бірінші таныстықтан бастайықшы. Первоначально ең бастапқы этаптан жүріп өтейік. Бірінші кезде жігіт сізбен танысқан сәттен бастап телефон номеріңізді алады ғой, содан кейін бірден жазсаңыз болады да. Егер қашырып жібергіңіз келсе, немесе отшивать ету керек болса дегенім ғой. Танысқама қуаныштымын, мен сені күттім, сені сонша уақыт бойы күткен едім деген сияқты фразалармен бастасаңыз, болды, жігіттің сізден көңілі қала бастайды, сіз оған уже қызық емес бола бастайсыз. Көп жағдайда бізде қыздар негізі осылай жасайды ғой. Бірден барлығын айта бастайды, бірден жігіттің өмірінде көп болуға тырысады. Негізі бұл адамды қашырып жібереді, не только жігітті, жалпы барлық адамды. И мына нәрсеге үйрену керек, егер жігіттің қашқанын қаламасаңыз. Сізге бір сөйлем жазды ма, демек бір сөзбен жауап беріңіз. Үш сөйлем жазды ма, демек бір сөйлеммен жауап беріңіз. Сіз неғұрлым аз боласыз, соғұрлым сізге дейтін қызығушылық арта түседі. Енді екінші дүние бар. Так, оны Фариза ұмытып қалды, естественно. Так, жігітті қадағалаймыз, бақылау орнату керек. Бұл міндетті түрде қашырады. Яғни қайда жүрсің, кіммен жүрсің, не істеп жатырсың, неге уақыт бөлмейсің, неге маған хабарласпайсың, мен саған ұнамай қалдым ба дейтін невротикалық типтағы қыздар болады. Үнемі барлығы керек. Және осының әсерінен сіз былай айтқанда надайдай кетіп жібересіз. Ал қашырғыңыз келмесе, онда былай жасауыңыз керек. Примерно мен өзімнің графигіммен айтайыншы. Сізде настолько бос емес уақыт. Таңертеңнен бастап жұмысыңыз бар, өзіңіздің проектіңіз бар, құрбыларыңыз, хоббиіңіз, жасайтын, баратын жерлеріңіз болу керек. И кешкі уақытта керісінше жігіттер сіздің жауабыңызды күтіп отыру керек та. Мысалы, мен кешке жауап беріп үлгерсем, окей, жауап беріп үлгермесем, ол да жоқ. И андай уақыт болмайды да, ол не істеп жатыр екен, кіммен жүр екен, неге маған хабарласпай жатыр дейтін сізде ой туындамайды. Адам неғұрлым бос болады, соғұрлым әлгі адамға жабыса түседі. Яғни жігітті өміріңіздің барлық уақытына кеп тіреп қоясыз. Әрине оны күтесіз еще. Маған қараса екен, маған жазса екен, не болып қалды, не ұнамай қалды. Олай жасаудың қажеті жоқ. Өзіңіздің өміріңізді сүріңізші. И сол кезде дұрыс қарым-қатынасты құра бастайсыз. Үшінші, жасалу керек әрекет бұл қыздың қиялдануы. Бір-екі рет кездесіп келеді, болды, ана жігітке тұрмысқа шығады ғой. Үйлену тойын елестетеді, балаларын елестетіп кетеді. Бірге саяхаттау, бірге тұру, барлығын жоспарлап тастайды. Қайда асығып бара жатырсыз? Жоқ, мен түсінем, егер 4-5 ай қарым-қатынас болса, осыдан кейін сіз жоспарлай бастасаңыз, бұл тақырып қозғалса, түсінікті. Ал егер 1-2 кездесуден кейін сіз жігітке уже айта бастасаңыз, так, қашан үйлейміз, қашан мен ата-анаңмен таныстырасың, қашан деген болатын болса, асығыс болсаңыз, жігіт қаша бастайды, яғни примерно өтпей жүрген қыз ба деген сияқты сауал туындайды ғой. Сондықтан да өзіңізбен былай айтқанда өзіңіз қалыңыз, асығудың ешқайда қажеті жоқ. Я понимаю, да, далада 21 ғасыр, даже бірге
тұрамын деген ойда болмау керек. Егер жігіт сізге ұсыныс жасап, құда түсіп, сондай бір ритуалдар жүрмейінше, жігітпен барып бірге тұруға асықпаңыз. Бұл көп қыздың қазіргі уақытта жасап жүрген қателігі. Я танып білу керек, мен бәлкім тұра аламын ба, тұра алмайын ба деген ой болады. Бірақ жауапкершілік алмаған жігітке барып тұратын болсаңыз, в принципе, сізге үйленуі бұл екі талай. Осы тема қызық па? Астында маған плюс қалдыра кетсеңіздер, жалпы үйленгенге дейін бірге тұру, осы теманы келесі видеода қозғайын ба. Осы дүние бар да бізде. Жігіт жауапкершілік алғаннан кейін, өзі сізге қызығушылық танытып ұсыныс жасағаннан кейін, ұсыныс деген бірге тұрайық деген ұсыныс емес, үйленуге ұсынысты айтып тұрмын. Содан кейін ғана бұл туралы ойлауға болады. Ал оған дейін барлығын жасап кетудің түк те қажеті жоқ, және қадіріңізді түсірмеңіз. Төртінші, бұл идеальны болуға ұмтылу. Яғни жігіт үшін барлығын жасауға дайын тұру. Тамақ десе тамақ, киімін жуып беріп, үйін жинап беріп, түк қажеті жоқ. Сіздің идеальны болғаныңыз оған керек емес. Барлық уақытта қиналған кезде поддержка беріп, материалдық тұрғыдан көмектесіп, главное менен ешқайда кетпесін, мені ғана көрсін, бүкіл өміріңде мен ғана болайын деу, ол болмайды. Олай қарым-қатынас жүрмейді. Даже элементарно былай айтатын болсақ, да, например, мен психологпын дейік, да. Маған келген клиент болса, вот мен күштімін, мен ана адамға барынша жағдайын жасап, ұнауға тырысып, сөйтіп жасайтын болсам, клиентке дейтін орын табылмай қалады да. Яғни ол вообще неге келгенін ұмытып қалуы мүмкін, не қалайтынын білмей қалуы мүмкін. Сол сияқты қыз бен жігіттің қарым-қатынасында екі адамға бірдей орын болу керек. Сіз толыққанды анаға махаббатыңызбен, қамқорлығыңызбен көмкеріп тастасаңыз, ол қашады, оны көтере алмайды. Көтере алмағаннан бір бөлек, ол жерде сосын сізде мынандай нәрсе болады. Мен барлығын жасадым, маған неге бермей жатыр? Мен оған осылай айттым, ол маған жасамады. Ожидание и реальность бола бастайды. Сол үшін тоқтатыңыз бұны. Сіз барлығына бірдей ұнауға тырысудың, бұрын жасамаған істердің барлығын жасап кетуге ұмтылу просто қызық емес болып қаласыз да ол кезде. Қала берді, барлығына бірдей ұнайтын сіз доллар емессіз. Также сізге барлығы бірдей ұнауға міндетті емес. Осыны түсініп алайықшы. Әрбір адамның өзіне келетін типтері бар. Және сол адамдармен ғана қарым-қатынас құруға болады. Айтамыз ғой, тең-теңімен қазақта, десек қабымен деп айтып жатады. Және жалпы қалай ойлайсыздар да? Тағы да бір пункт бар. Жігіттерді отшивать етіп жіберетін, немесе қашырып жіберетін тағы бір дүние. Просто мен сенен сұрайыншы. Қай уақытта сен жігіттен, қыздан қашып кетесің? Айтшы маған. Мынандай уақытта да ол адам мен адамның деңгейі сәйкес келмесе. Былай да ол, мысалы, қыздың өмірінде сыйлық көп, внимание көп, күнде гүлдер бола бастаса, жігіт қарайды да оған, мен мына деңгейді көтере алмаймын, менің шамам келмейді екен. Менің шамам келмесе, ол алыстайды да. Себебі әлгі уровенді көріп тұрып, мен өзімнің деңгейімді біліп тұрып, жоқ нәрсеге ұмтылу, немесе әрекет жасау, ол үшін тиімсіз. Ол жерде ол өзін төмен екенін біліп тұрады. Сол уақытта жігіт қаша бастайды. Бұл да жаман немесе жақсы деген сөз емес, бұл қалыпты жағдай. Әрбір адамның өзінің бір деңгейі бар, және сол деңгейдегі адамдармен ғана қарым-қатынас құрған абзал. Олай болмаса, бізде кейінгі мәселелер туындайды. Например, жігіттің жағдайы керемет, қыздың жағдайы ондай болмасын дейік. Сол кезде жігіт жаққа тұрмысқа шыққаннан кейін қыздың отбасын төмендете бастайды, ата-анасына тиісе бастайды. Бұл әрине үлкен бір конфликт қалып келеді. Нәтижесінде үнемі ұрыс-керіс, түсініспеушілік туындайды. Бұл ситуация өте көп. Немесе керісінше болуы мүмкін. Қыздың жағдайы керемет, ал жігіттің деңгейі орта деңгей болуы мүмкін. Осы кезде тағы да бір-біріне сәйкес келмеу, яки тіл тигізу басталады. Отбасында енді ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды ғой, бәрібір конфликт болады. Сол кезде бір-бірінің именно ата-анасына тиісу, әулетіне тиісу, шыққан жеріне тиісу, бұл адамдардың арасындағы бір сыйластықты, жаңа махаббатты тез өшіріп жібереді. Сол үшін ең бастапқы кезден кімсіз, қандай адамсыз және қандай адам керектігін біліп алу керексіздер. Бұл біздегі ең басты ескеру керек
жайттар деп айтсақ болады. Жігітті отшивать ету үшін осының өзі артығымен жетеді. Соңғы айтатыным, алдымен өзіңізге көңіл бөліңіз, және біреуге ұнау үшін тырысу, біреуді қарату үшін әрекет жасау, түрлі манипуляциялық жолдарды іздеуді доғарыңыз. Себебі манипуляциямен ұзақ уақыт адамды ұстай алмайсыз. Я, ол бір күн сіздің қасыңызда болар, 2 күн болар, бірақ ұзақ уақыт емес. Бұл қарым-қатынас түбі бәрібір бітеді. Сіздермен бірге болған мен Фариза. Парақшаға, яғни Instagram парақшама және де YouTube каналға жазылуды ұмытпаңыздар.